Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен қуырылған quesadilla дайындайтын боламыз. Ең алдымен тауықтың филесін осылай бөліп алып, одан соң 20 минут шамасында маринадтық қоямыз. Маринадтау үшін бізге тұз, қалауларыңызша приправа, соевый соус қосамыз. Одан соң чеснокты теркадан өткізіп қосамыз. Барлығын қосып болған соң араластырып 20 минут шамасында маринадтап қоямыз. Барлық ингредиенттерді астына жазып кететін болам. Сырды теркалап аламыз. Одан соң салаттың листімізді дайындап аламыз. Помидорымызды тура видеодағыдай осылай турап аламыз. Одан соң пиязды жұқалап турап аламыз. Қалауларыңызға қарай укроп немесе петрушка қосамыз. Егер жұмыртқа кішкентай болатын болса, онда 3 жұмыртқа қосамыз, а егер үлкен болатын болса, онда 2 дана қоссаңыз жетеді. Жұмыртқаны осылай салып аламыз, одан соң үстінен тұз, укропты қосып, араластырып дайындап аламыз. Қызып тұрған таваға аз мөлшерде шағымай құйып, филемізді қуырып пісіріп аламыз. Филе өте жұқа болып тілінгендіктен өте тез піседі. Екі жағын 5 минуттан пісіріп алсаңыздар болады. Егер май атқылап пісіруге ыңғайсыз болса, қақпағын жауып пісірсеңіз де болады. Тавамызға пиязымызды салып, үстінен аз мөлшерде шағымай құямыз. Одан соң пиязымыздың үстінен жұмыртқаның жарты бөлігін құямыз. Тез пісіп қалмас бұрын үстінен лавашымызды орналастырамыз. Одан соң үстінен аздап басып, қақпағын жауып, 5 минут шамасында пісіріп алып, кері айналдырып осылай орналастырамыз. Үстінен сырды осылай қойып аламыз. Помидорымызды әдемілеп қойып аламыз. Салаттың листті қоямыз. Алдын ала қуырып дайындап алған филемізді қоямыз. Одан соң мына үстіне кетчуп құйылу керек. Кетчуп және сырымызды қойып жандарына. Үстін осылай қайырып бетіне. Екі жағын айналдырып, қызартып, қуырып аламыз. Осымен қуырылған quesadillamыз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Өте дәмді әрі сочный болып шығады. Келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.